Бисмиллах деп бүгін сіздермен өзім үнемі шайға дайындайтын өте дәмді, жегеннен аузыңыздан дәмі кетпей қалатын ракушка печеньесінің рецептісімен бөлісемін қыздар. Өте күшті болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін еленген ұнға разрыхительді салып, алдымен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен мұздай үккіштен, яғни теркіден өткізілген сармайды салып, араластырып крошка жасап аламыз. Қыздар, рецептісін описаниеге қалдырамын. Міндетті түрде таразының көмегімен өлшеп тұрып жасаңыздар. Сол кезде сіздердің печеньелеріңіз бір жасағаннан өте керемет шығатынына сенімдімін. Дәл осындай крошка болуы қажет. Үстінен 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Ағын бөлек алып қоямыз. Егер жұмыртқаларыңыз салқын, холодильниктен жаңа шыққан болса, ағы мен сарысы оп-оңай осылай ажырайды. Сол үшін холодильниктен жаңа шыққан жұмыртқаны қолданыңыздар. Одан соң үстінен 4 ас қасық қаймақ саламыз. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қыздар, егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Дәл осылай илеп, бетін жауып демалуға қоямыз. Қамырымыз демалып жатқан кезде жаңағы ақуызға қантты салып, массасынан 2-3 есе ұлғайғанша 5 минуттай миксерлейміз қыздар. Жақсылап ерінбей миксерлеңіздер. Дәл осындай ақуыз, яғни безе пайда болуы қажет. Төңкергенде осылай төгіліп кетпеу керек. Демалған қамырымызды өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрқайсысын теңдей етіп 40 граммнан бөліп шықтым. Міне осылай оқтаудың көмегімен әдемілеп жайып аламыз, домалақтау, сопақтау етіп. Ортасына емес, бір шетіне дәл видеода көрсетілгендей етіп безені саламыз. Міне осылай бір шай қасық салсаңыздар жетеді. Екінші бетін жауып, жақсылап бекітіп, тағы да бір бүктейміз. Тағы да бір басып шығамыз. Міне біздің печеньеміз осындай әп-әдемі пішінде болады. Табаларға тізіп, алдын ала қыздырылған пеште дәл осылай қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Міне біздің ракушкаларымыз осылай көтеріліп, күшті болып пісіп шықты. Қалауларыңызға қарай бетіне сахарная пудраны сеуіп, сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен қоюлатылған молоко, яғни сгущенканы осылай жағып, үстінен жаңғақ дәндерін, майдаланған жаңғақ дәндерін сеуіп шықтым сән үшін. Міне достар, біздің печеньелеріміз дайын. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға рахмет. Егер жасап жатсаңыздар, ас болсын.